Сәлем Хабила, қалай? Жақсы, рахмет, Самал. Өзің қалайсың? Достар, бүгін бізде Хабила брендтің негізін қалаушы Хабила деген кәсіпкерді шақырып отырмыз. Хабила өзінің жұмысы туралы, жалпы тігіншілік туралы сондай бір сұрақтарым бар еді. Сол сұрақтарға жауап алып көрейік. Самал, рахмет шақырғаныңа. Сенің осы проектіңді көптен көріп, үйде отырмай кәсіп жасап жүрген қаншама қыз келіншектерді проектіңе шақырып жатсың. Бүгін енді маған да осындай ұсыныс түсті. Шақырғаныңа рахмет. Қош келіпсің. Енді бастап кетейік сұрақтардан, Сен жапқыштар, яғни шторылар тігесің. Одан кейін көргенім құрақ көрпелердің жұмыстары. Жалпы бұл кәсіпке қалай келдің? Не алып келді сені? Бұл енді біздің тігін деген енді қазақтың қанына сіңген өнер ғой бұл. Біздерде ата әжелеріміз, одан қалса бертін келе өзімнің, менің анам, менің нағашы жұртым, бүкіл нағашы апаларымның бәрі тігінмен айналысқан. Мен де осы өнерден құр қалмаған екен. Бір 4-ші сынып оқып жүрген кезімде үлкен нағашы апаларым заказ қабылдайтын кісілер болған, әлі күнге дейін тігіс тігетіндері бар. Солардың заказдарын бірге отырып мен де тіккенмін. Ол кезде мен 4-ші сыныптың оқушысымын. Бала күннен келе жатыр. Бала күннен келе жатқан. Бірақ бұл тігінді тұрмысқа шыққаннан кейін, бала дейміз дүниеге бала алып келгеннен кейін, соның бәрі тігіннің бәрі жайында қалып қойып, осы былтырдан бастап қайтадан қолға алып, өзімнің цехымды аштым. Керемет. Хабила бренд деген цех. Тігін студиясы бізде. Бізде ол жерде өндіретін құрақ көрпешелеріміз бар. Перде, жапқыш деп айтамыз, штор деп айтамыз. Енді кімге қалай ыңғайлы. Шторлар өндіреміз. Клиенттің талабы бойынша не сұрайды? Біздер ол жерде бесік жабдығы тігіледі, шторлар тігеміз, құрақ көрпешелер тігеміз. Балалардың бір жас киімдері бар. Біздер соны өндіреміз, соларды прокатқа береміз. Заказбен де тіге бересің? Заказбен де тігеміз. Пішін барлығын өзің аласың? Пішіннің енді ол талабы ғой ол жерде. Клиент қандай не айтады, сол бойынша заказды қабылдап. Жалпы осы салада білім алдың ба? Алдым, көп білімдері. Біздің именно Қазақстанның тігіншілері бар. Гүлстан Жандосқызы деген, Шарат деген тігіншіміз бар Алматыда. Бізден енді өзімнің білімімді дамыту үшін Россияға да шықтым. Россияның білімін шторды тігетін кісілерден дизайн жағынан білімімді алдым. Бөлек құрақ көрпеше ғой, енді құрақ көрпешен біздің Гүлстан Жандосқызы деген өте майталман, шебердің майталман деп айтуға болады. Онлайн оқыдым сол кісілерден. Саған клиент келді, басынан бастап қалай жүзеге асатын? Біздерге клиенттер келеді. Біздерде арнайы каталог бар. Сол каталогтарды ашып, клиентке ұсынамыз. Ол кісі дизайн таңдаса, сол дизайнға қарсы біздер матаны көрсетеміз. Сізде мата бар. Бізде каталог бар. Барлық несі бар. Каталог арнайы тігілген, тігіп тапсырған клиенттерімізден фотолар жинап, каталог істеп қойғанбыз. Ал ол бір бөлек фотоның жаңағы арнайы матаның каталогы бар бізде. Сол матаның каталог бойынша клиент өзіне ұнаған матада разный ғой, енді матаның өзінің текстурасы разный. Біреу шыққа келеді, біреу қалың келеді деген сияқты. Біреулер жаңағы күннен қорғайтындығы блэкаут түрлері бар. Соған байланысты клиенттің таңдауы болады. Біздер сол бойынша клиенттің талабын орындаймыз. Егер де клиенттер ол жағынан жоқ, мен білмеймін дейтін болса, біздер онда арнайы үйіне барамыз ол кісінің. Интерьеріне қарайсың, дизайнына қарайсың. Интерьеріне қараймыз, дизайндарына қараймыз. Сол бойынша таңдалған, біз ұсынған мата ол кісіге ұнап жатса, онда ол кісі келсе, біз сол бойынша талабын орындаймыз. Ал егер ол кісі өзінің матасын алып келсе, дайын матасын алып келеді? Ол жағдайда да солай. Ол жағдайда да клиент келеді, тапсырысын алып келеді. Маған мынаны тігіп беріңіз. Ол өзінің фотосын алып келеді, жаңа ұнаған несі бойынша, дизайны бойынша. Біз соны тігіп береміз. Тапсырысты басынан бастап алдың, тігіп бердің, сосын аяғына дейін іліп бересің оның барлығын. Дұрыс па? Ол да келісім шартпен жаңағы келген клиент бізден соны сұрайды. Ол прайс бөлек та? Оның прайсы бөлек. Оның прайсы бөлек, өйткені ол да рабочий процесс қой, ол да біздің уақытымызды алатыны бар. Клиенттің келген сұранысы бойынша матаны таңдау, или алып келген матасы болсын, соның бәрін келісім шартпен
арнайы жаңағы өзінің моделін, дизайнын ұсынады, біз соны тігеміз. Тағы сол жерде келісім шарттың ішінде ол кісінің айтады, маған үтіктеп іліп беріңіз дегендер бар. Одан бөлек бізде бар мастерлар, которые карнизді ілетін. Өзіміздің арнайы кісілеріміз бар, біздер келісім шартпен істейміз ол кісілермен де. Сол кісілерге клиенттің мен карнизімді ауыстырамын десе, сол бойынша біздер карнизімді ауыстырып береміз. Карнизін ауыстырып, пердесін тігіп, іліп, жұмыс толық тапсырамыз. Енді мынандай сұрақ. Келген кезде клиенттерге матаны таңдауда, материалын таңдауда кеңес сендерден алады, иә? Мен жаңа бастапқыда айтқандай, мен орыстың дизайнерларынан именно шторный бизнесті, дизайн үйдің интерьеріне сай келетін дизайндардың оқуын оқыдым деп айттым ғой. Сол бойынша біздер ұсынамыз. Сіздің бөлмеңізге мынау керек, сіздің бөлмеңіздің ол жерде жаңа интерьер деп жатыр ғой, обойы бар, или жаңа үйдің краскасы бар, мебельдары бар деген сияқты. Сол бойынша мата таңдалады. Ол жерде де жаңа айтқандай жатын бөлменің матасы бір бөлек болады, материалының текстурасы разный. Сол бойынша біздер ұсыныстар жасаймыз. Матаны таңдап бердің, барлығын жасап беру дайын тұрсын, сол бір сапасын арттыратын, нәтиже беретін, ерекшелік беретін бір деталь, элементтер бола ма? Болады. Бұл енді штор, жаңағы машинаның тігіс, жаңа дауысы деп жатырмын ғой. Ол жерде бір тігісті ғана айтпаймыз ғой. Ол жерде үйге ілінетін перденің өзіндік дизайндары бар. Қазіргі таңда минимализм деп жатады. Сол минимализмнің көп таңдауы бойынша матаның гүлсізі, жаңағы ешқандай узор түспеген однотон или жаңа матовый деп маталарды біздер ол просто матаны алып бүйтіп тіге салу емес, оның өзіндік дизайнына сай, интерьерге сай біз матаның үйлесіміне арнайы тігіледі. Ол жерде складка варианттары бар, бантик варианттары бар. Складка деген жаңа қатпар деп айтамыз, сол бір қатпарлы, екі қатпарлы деп жатамыз. Сол бойынша тігіледі. Ол деген бір ерекше нәрсе ол да негізі шторда. Достар, осы тұста қарап өтіңіздер. Хабиланың өзі жасаған шторлардан видеолар болады. Өткізіп алмай, өздеріңізге ұнаған тұстар болса, тапсырыс бере аласыздар. Хабила, менде мынандай сұрақ бар, жаңашылдыққа қатысты. Қазіргі кезде қандай трендтер бар, өзгеріс бар? Қазіргі кезде, Самал, бұл енді өте актуалды сұрақ деп айтуға болады. Жыл сайын өзгереді. Жыл сайын маталардың текстурасы өзгеріп жатады. Бұрынғы барқыттар, бұрынғы ручной маталарымыз олар қазір жоқ. Бар, бірақ олар сұраныста емес. Қазіргі өндірісте келіп жатқан, бізге келіп жатқан маталардың көбісі Турцияның маталары келіп жатыр. Оның өзі леон маталар. Әдемі, өте күшті, текстурасы да бөлменің ауасын тарылтпайтын. Көбінде демалатын маталар. Бұрын көбінде барқытный маталар көп қолданса, қонақ бөлмелерде қазірде қолданады, бірақ қазір олардың өзі, даже барқытный маталардың өзі де өте жеңіл түрде келіп жатыр. Осы арада мынадай сұрақ туындайды, қара. Қазір, енді модада дейміз ғой, не сәнде, не сәннен қалып жатыр. Мысалы, барқыт сәннен қалып жатыр. Барқыт сәннен қалмайды негізі. Барқыт сәннен қалмайды. Барқыт әрдайым қонақ бөлмеде ілінетін мата. Көбінде қонақ бөлмеге кетеді барқыттар. Ал жатын бөлме, бала бөлмесі дегенде, онда оларға леон деп те жатамыз, blackout деп жатамыз, спальный бөлмелер, жатын бөлмелерге. Сондайлар кетеді. Сәннен қалатын көбінде қазір адамдардың сұранысына байланысты люверсный, крючокпен ілінетіндер бар ғой, кольцамен ілінетін, солар қазір азайып бара жатыр, олар жоқ деуге болады. Ал қазір оның орнына карниздардың басқа жаңа атаулар келіп жатыр, түрлері келіп жатыр. Біздерде жаңа технологиялар енгізіп жатсыңдар. Жаңа технология өзінде бұрын пластмасс 3 қатпарлы, 2 қатпарлы жолағы бар. Ал қазір арнайы темірмен істелінеді. Ол процестің өзін енді бұл строительдердің көп жұмысында қазір келіп жатыр, ол жаңартылған түрі енді. Олар үйді ремонт жасап жатқан кісілер уже оны потолокқа орнатып кетеді. Бұны біз барып, біз қазір карнизімізді ауыстырамыз десек, онда ол үйдің ремонтын істеу керек болады, ол карнизді қондыру үшін. Бұрынғылар сол қалдырады карниздарын, енді ремонт жасатып жатса, сол жаңаша қазіргі темір карниздар қондырылып жатыр. Оның өзінің, бұл да жаңаша жаңарылған түрі, оның өзінің лентасы бар, оның өзінің крючоктары бар.
Жаңа технология деген осы ғой енді. Жаңа технология деген осы. Оның өзінің жаңағыдай лентасының өзінің тігісі бір бөлек болады. Жаңа ленталар арнайы, жаңа крючокқа ілінетін ленталардың өзі жаңартылды. Мата былай тұрсын, оның ішінде мелкий деталь, жаңағы темір, карниз деп жатырық, оның бәрі жаңартылды бізде қазір. Керемет. Творчестволық тұсты сұрағым келеді. Мысалы бола ма? Эмоциональный перегорание дейді ғой. Тігіп шаршап кететін кезің. Шабыт болмай қалған кездер бола ма? Ондай уақыттар болады. Біздерде бір тапсырыстың көбейіп, әсіресе қыз жасаулар тігілетін уақыттарда кәдімгідей шаршайсың. Қыз жасауы тігілгенде мен процесте боламын, бірақ основной жұмысты алдындағыда айтып өткенде 2 кісім бар. 10 жылдық стаждары, одан көп құрақпен келе жатқан 2 апайым бар. Сол кісілер отырады, но в процессе мен жаңа қиып беру, сызып беру деген сондай процесте жүрем. Сол уақыттарда кішкене шаршайсың, өйткені мелкий деталь ғой ол жерде. Мелкий жұмыс. Құрақтың өзінің енді оны біреу білет, біреу білмейді, біреуге енді бағасына келгенде айтып жатады ғой, неге сіздерде қымбат, құрақ неге қымбат деп. Енді ол жердегі жаңағы жұмыстың өзін алатын болсақ, өте ұсақ жұмыс, өте жаңағыдай сенің табандылығыңды қажет ететін жұмыс ол құрақ деген. Енді құрақтың да өзінің біздің тарихымызда бір ерекшелігі бар ғой. Қыз жасауына тігілетін құрақтар, ол арнайы тұрмысқа шығып жатқан қыздың анасы өзінің қызына деген, осы отбасына барғанда құралып кетсінші деген мақсатта жаңағыдай арасына жануарлардың бейнесін салып жатамыз, оны кестелейміз, оны зерлейміз. Оның өзі үлкен жұмыс, құрақтың тігілуінің өзі. Сол уақытта шаршайды, бізде ең шаршататын сол моменттер. Ал творчестволық шабытты қайдан аласың? Біздің енді Қазақстаннан көретін көп дизайнерларымыз бар. Солардың жұмыстарын көрген кезде, әдемілікті көргенде, әдемі шторларды, әдемі құрақтарды көрген кезде, шынымен жұмыстарды көрген кезде, біздерде неге сол нәрсені қолға алмасқа, неге бір өзгеріс енгізбеске деген сияқты бір шабыттар пайда болады. Сондай моменттерде сондаймен шабыттанып отырамыз. Ал өзің негізі, мысалы енді 1 жыл бойы істеп, бір демалысқа, саяхатқа бола ма сондай кез? Көбінде ондай моменттер болады ғой, енді демалысты қажет етпейтін адам болмайтын болар енді. Менің демалысым негізі әр сенбі, жексенбі менің демалысым. Отбасыма арнап, 3 қыздан кейінгі қазір ұлды дүниеге алып келіп, соның рахатын көріп жатқан момент менде осы сенбі, жексенбі күні менің демалысым, баламмен отыру бір ләззат мен үшін. Енді мен мына тұста айтайыншы, құрметті көрермендер, Хабиланы біраз жыл танимын. Біздің өзімізде де 6-шы баламыз дүниеге келген кезде Хабила көп нәрсемен көмектесті. Неге? Хабилада мен сөмкелер тапсырыс бердім, шоперлар тапсырыс бердім, алыстан келетін енемнің апасы, мамамыздың апасы, сол кісіге деген арнайлап сөмкелер тапсырыс бердім тіктіруге. Бесік тойды жасаған кезде апалар жүреді ғой, енді ырымын жасап, сол кісілерге арнайы тіктірген мезеттер болып, үнемі саған тапсырыс беріп отырдым сондай нәрселерге. Соған уақыт қайдан табасың? Мына шторды тігіп отырып, көрпені жасап отырып. Енді ол кезде мен үйде отырған анамын ғой енді. Қазір ол кезде мен тапсырыстарды үйден қабылдайтын едім. Бірақ тапсырысты менің қалауыммен болды ол кезде. Мен алғым келе ме, сол кезде алып жүрдім. Сондай бір моменттерде сенің тапсырыстарың болды, бірақ енді сені танитын болғандықтан, оның үстіне біздерді бір табыстырған отбасы орталығы. Сол отбасы орталығының көп балалы анасы ретінде өзімді бір жақын тартқандықтан сенен тапсырысты алдым. Қазір тікпейсің? Қазір де тігеміз, но ол кезде мен үйден қабылдадым ғой тапсырыстарды. Ал қазір менде цех бар ғой. Сол үлкен температурасы бар орынды жалға алып, сол жерге шығып, сол жерден тапсырысты қабылдаймыз. Құдағи сөмке деген бол дейсің, ма? Иә, ол да бар. Барлығын жасап жатсың. Оның бәрін. Қыз жасауына толық қамтып, қызға барған кездегі барлық қажеттінің бәрін тіге бересіңдер негізі, иә? Бәрін тігеміз. Қыз жасауына тапсырыс берген кісілерге біздер арнайы көрпеше, шай көрпеше дейді, валик жастығын қосып жатады. Одан бөлек біздер еще жаңа сыпыра, алжапқыш. Сыпыра деген қазіргі жаймаларды кептіретін.
иә, төрт иә, слойлы, иә. 5 слойлы сыпыраларды біздер Нанның қамыры, иә? нанның қамырына қолданатын сыпыраларды жаңа айтып отырмын. Ал жапқышы бар оның ішінде, арнайы соны топтама қылып, ас үйдегі наборлар ғой жаңағы. Қолмен ұстайтын нелері бар. Қолғаптары, сол бәрін тігіп, сыйлық ретінде де қосып беретін моменттер болады біздерде, тапсырысқа байланысты. Соны да өндіреміз. Ол деген жаңағы не? Қыздың атындағы бара жатқан қыз жасауына толығымен комплект. Ол жерде кейбір клиенттер бар, дастарханын қосып тіктіртеді бізден. Дастарханы. Қазіргі трендтегі не дейді мынау? Ранер салфеткасы бар. Клиент ол жерде жаңа қыздың жасауына қостыртады. Сондай заттарды да біз тігіп береміз. Керемет. Қабила, сәлем, қалай? Қош келдің, Самал. Саған цехқа да келіп қалдық. Құтты болсын, күшті, керемет, үлкен. Кәдімгі ойластырғансың. Осы цехымыз осы, өндіретін заттарымыз осы. Міне жұмыстың бәрі осы жерде жүреді бізде. Жұмысты атқаратын осы машиналарымыз. Мыналар бізде прямострочка. Мына машинамыз оверлок. Оверлоктың өзінде қызметі бар. Бұл да бірталай жұмысты атқарып жатады. Бірталай көмегі бар бұл машинаның да. Екі шеберіміздің, екі тігіншіміздің. Бүгінен демалыс болғаннан кейін, ол кісілер демалыста, сондықтан бүгін тыныш уақыт болып тұр, әрі сендер келген кезде. Осы екі машинамыз, екі тігіншінің машинасы, осы жұмыс жасайтын осы екі тігіншіміздің. Мынау не? Айтып кете берсең. Бізде бұл пресс. Пресс деген принттарымызды однотонный маталарға тапсырыс бойынша түскен заттардың фотоларын түсіреміз. Однотонный маталарға осындай арнайы принттарымызды түсіреміз. Міне. Қағаздар ма сонда? Арнайы қағазға түсірілген фотолар. Міне осы мынандай заттарды, осындай суреттерді, фотоларды біздер мынандай матаға түсіреміз. Бізде клиенттің тапсырысы бізде салфетка ранер дейді. Ранері қазір тігілу барысында. Салфеткілері дайын. Осы Рамазан айында қонақ күткісі келіп тұр, осы тапсырыс беріп қойды. Тапсырыс беріп қойды, бітіріп берейін деп жатыр, Алла қаласа. Керемет. Біздерде міне шопер тапсырыс келіп тұр. Бұл енді Шымкент қаласына кететін тапсырыс. Құрбысы арнайы құрбысына шопер сумка тіктіріп жатыр. Сумкасіне шоперға мынандай өзінің арнайы фотосын салғысы келіп тұр. Құрбысының суретін, иә. Біздер осы жаңа көрсеткен пресс аппаратымыз, осы принтті осылай матаға түсірдік. Көп сумке тіктіріп жатыр ма сонда? Көп сумка емес, бұл бір сумка, тек бір шопер ғой, бір шопер, көп тіктіріп жатқан жоқ. Бір шопер өзінің арнайы, жаңа қыздың өзінің принтін, өзінің фотосын салып тіктіріп жатыр ғой. Біреу тек бұдан. Бұл да бір тапсырыс, бұл да бір жұмыс біз үшін, бір шопер болса да. Иә, керемет. Одан бөлек, міне ол шопердің несі, ішкі матасы мынау оюдан болады, сырты мына однотонныйдан болады. Сосын тігеміз қосып. Бұл бір тапсырысымыз. Одан бөлек біздерде мынандай пастельдер келеді, тапсырыстар. Екі түсті төсек орындарға жабындар. Осы мынау бір гүлді матасынан екі жамылғы, бірақ мына екі түсті простынясы ретінде қолданғысы келіп тұр клиент. Пододеяльник. Мынасы пододеяльникке кетеді. Мынасы простыня. Көпшіктісі бар. 50-70 екі көпшігімен бір наборға, екінші наборға 70-70 жастықтарын, тыстарын несін. Одан бөлек міне мынандай тапсырыстарды қабылдаймыз. Қазіргі жаңа мата 5D дейді, 5D. Өте әдемі төс, әдемі мата, поплин матасы бұл жерде. Осыдан да екі кісілік жабынды, төсек жабындысын тігеміз. Жұмысты атқаратын осы машиналарымыз. Мыналар бізде прямострочка. Мына машинамыз оверлок. Оверлоктың өзінде қызметі бар. Бұл да бірталай жұмысты атқарып жатады. Бірталай көмегі бар бұл машинаның да. Екі шеберіміздің, екі тігіншіміздің. Бүгінен демалыс болғаннан кейін, ол кісілер демалыста, сондықтан бүгін тыныш уақыт болып тұр, әрі сендер келген кезде. Осы екі машинамыз, екі тігіншінің машинасы, осы жұмыс жасайтын осы екі тігіншіміздің. Мынау не? Айтып кете берсең. Бізде бұл пресс. Пресс деген принттарымызды однотонный маталарға тапсырыс бойынша түскен заттардың фотоларын түсіреміз.
Однотонный маталарға осындай арнайы принттарымызды түсіреміз. Міне. Мынау қағаздар ма сонда? Иә, арнайы қағазға түсірілген фотолар, міне осы мынандай заттарды, осындай суреттерді, фотоларды біздер мынандай матаға түсіреміз. Бізде мына клиенттің тапсырысы бізде салфетка раннер дейді. Раннері қазір тігілу барысында, салфеткалері дайын. Осы Рамазан айында қонақ күткісі келіп тұр, осы тапсырыс беріп қойды ма? Тапсырыс беріп қойды, бітіріп берейін деп жатыр, Алла қаласа. Керемет. Біздерде міне шопер тапсырыс келіп тұр. Бұл енді Шымкент қаласына кететін тапсырыс. Құрбысы арнайы құрбысына шопер сумка тіктіріп жатыр. Сумкасіне шоперға мынандай өзінің арнайы фотосын салғысы келіп тұр. Құрбысының суретін, иә. Біздер осы жаңа көрсеткен пресс аппаратымыз, осы принтті осылай матаға түсірдік. Көп сумке тіктіріп жатыр ма сонда? Көп сумка емес, бұл бір сумка, тек бір шопер ғой, бір шопер, иә. Көп тіктіріп жатқан жоқ. Бір шопер өзінің арнайы, жаңа қыздың өзінің принтін, өзінің фотосын салып тіктіріп жатыр ғой. Біреу тек бұдан. Бұл да бір тапсырыс, бұл да бір жұмыс біз үшін, бір шопер болса да. Иә, керемет. Одан бөлек, міне ол шопердің несі, ішкі матасы мынау оюдан болады, сырты мына однотонныйдан болады. Сосын тігеміз қосып. Бұл бір тапсырысымыз. Одан бөлек біздерде мынандай пастельдер келеді, тапсырыстар. Екі түсті төсек орындарға жабындар. Осы мынау бір гүлді матасынан екі жамылғы, бірақ мына екі түсті простынясы ретінде қолданғысы келіп тұр клиент. Пододеяльник. Мынасы пододеяльникке кетеді, мынасы простыня. Көпшіктісі бар, 50-70 екі көпшігімен бір наборға, екінші наборға 70-70 жастықтарын, тыстарын несін. Одан бөлек міне мынандай тапсырыстарды қабылдаймыз. Қазіргі жаңа мата 5D дейді, 5D. Өте әдемі төс, әдемі мата, поплин матасы бұл жерде. Осыдан да екі кісілік жабынды, төсек жабындысын тігеміз. Бұл бізде үлгілеріміз, клиенттерге көрсетіп қойған үлгіміз, енді образец деп жатырық қой. Бұл жерде қарқара құрағы бар. Қарқара құрағы, бір жолмен дара жол деп те атайды, бұл көрпешені дара жол деп те атайды. Қарқара құрағы клиентке ұнаса, осы түстен, или түсін таңдаса, біз басқа түспен де тігіп бере аламыз. Мына жерде бізде өткенде айтқанмын, Гүлстан Жандосқызы деп, сол кісінің техникасы бар. Бұл жерде тырналары бір қалыпта түсетін арнайы құрақ болды. Мынау тырна ма сонда? Иә, мынау тырна деп несімен белгіленген. Әдемі бір қатарда түседі бұның бәрі. Бұл да ерекше. Мен үшін түсі де, несі де ұнайды, қатты ұнайтын не. И дизайны өте ерекше деп айтқым келеді. Өйткені бір жерде біз мына жерде екі түсті қолдансақ, алып қарауға болады да. Иә, біз мына жерде екі түсті қолдансақ, ал біз бұл жерде бірнеше түсті бір-біріне үйлестіріп тұрмыз. Мына жерде де қошқар мүйіз деп жатады. Сондай үлкен оюлармен салынған бір несі, үлгісі. Бұл жерде үлкен қошқар мүйіздермен салынған. Төрт бұрышы тең болсын деген сияқты қыздарға арнайы қыз жасауларына қосып тігілетін. Және бұл не өте сұраныста бар. Әдемі тігілетін не. Осы төрт бұрышы тең болсын, жаңағы жануарлармен белгіленіп жататын нелеріміз бар. Бұны арнайы қыз жасауына тапсырыс береді осыдан бізде. Одан бөлек тоже мына жасыл неміз бар. Бұл жерде пагон құрағы. Арнайы пагонды алып тігіледі. Сондықтан сондай атау берілген бұл көрпешелерге де. Мынау бір қалыпты, иә? Ол бір қалыпты. Лазерный маталар, арнайы солай түскен маталар, бұлар бетіне жылтыры бар. Біз сол екі матаның қосындысымен осындай тоже бір ерекше не көрпешелер. Күнделікті қолданысқа арналған көрпешелер бар. Мынау более қыз жасауына келеді, иә? Бұл құрақтар основной қыз жасауына кетеді ғой. Мұнда сен көпшіктерді қойып қойған. Иә, бұл көпшіктер біздерде тойбастарға сұрап жатады. Тойбаста сыйлыққа жүретін көпшіктер біздерде бар. Қандай әдемі. Мұнда анау қыздың несі ма? Жоқ, олар бір однотонка, бізде бұған принт түсіреміз.
жаңағыдай сурет салады. қыздың жаңағы бесік не болса арнайы осы жерге жаңағыдай қыздың суретін, ер баланың суреті, ер бала болса ер балаға көк түсін таңдап оған арнайы жаңағыдай бір кішкентай мультиктегі балдардың несін салып бренд саламыз осындай однотонный маталарға. Бұл да сыйлыққа жүреді тоже бесікке не дейді тағы да жаңағыдай тұсаукесер, ер баланың тұсаукесері деген кездерде осындай көпшіктерде сұраныс болып жатыр. Одан бөлек құдағай сумка, бұны арнайы құдағайларына тіктіріп жатады тапсырыспен. Кит салуға, дәм салуға, иә, арнайы құдағайына беру үшін. Өте міне жаңа айттым ғой, тырна деп айттым ғой, сол тырна бір қатарға түсетін тырналы құдағай сумкамыз. Бұл жерде екі түс, құрақ, принт емес ешқандай, бұл жерде өте жаңағыдай не дейді, табандылықты керек еттіріп тігілетін құрақтың бір түрі. Өте детально не дейді, ювелирский работа дейді ғой. Солай да әдемі негізі. Өте әдемі. Тұрмысқа шығатын қыздарға сырға салатын кезде келін түсіретін кісілер келіп осылай тапсырыс береді. Біздер бұған енді бүгін қолымызда дайын несі жоқ, арнайы осыған біздер шкатулка жасалынады. Сырға салып шкатулкасын жасайсыңдар өздеріңіз? Жасаймыз, шкатулканы жасаймыз. Иә, осындай мынандай түсі бар, мынандай түс. Иә, бұл жерде де клиенттің несі біздер үлгі ретінде тігіп қоямыз, бірақ көбінде кетіп қалып жатады ғой бұлар. Иә, бұлар өте сұраныс та бар, иә. Өте әдемі түстерден тігілген кезде бұларды тұрмайды, бұларда жылдам кетіп қалады. Бұлар арнайы түстерін үйлестіріп, сосын не дейді, біздер үлкен көлемде жасадық. Келін көрпеше ретінде де қолданады әрі бұны, әрі жаңағыдай сырға салуға да алып жатады. Иә, үлкен. Қыз жасауына да қосады бұндайларды. Бір егер не қылатын болса, осының өзіне көрпеше ретінде шай құйған кезде. Шай құятын ретінде, шай көрпеше. Мына нәрсе көзім түсіп кетіп жатыр, бұрышта жатыр. Мына деген біздер түсіреміз ғой, сонда подставка, лампаларға үнемі мен деген сумке тақпаймын ғой. Мына чехол деген бір жақсы нәрсе екен. Бұл чехол өзінше бір тарихи не. Біздерде прокатқа беретін міне балдардың, қыздардың дорожка дейді ғой, ақ жолы. Біз соны салып арнайы осылай клиентке беріп жібереміз. Ақ жол саламыз осындай тапсырыспен немен болған кезде. Осыларды орап арнайы не дейтін ыңғайсыз болады тасып жүргенге. Кірлемей соныкі, осыған салып жаңағыдай кажакай тақиялар бар, осыған салып қоямыз. Бір неде ұстап баруға ыңғайлы болу үшін. Күшті, дұрыстап ойластырған екенсіңдер. Бірақ достар дегенмен де бір сондай заттарымызға чехол керек болатын болса тапсырыс беруге болатын тұр ғой. Қараңыздар қалай бәрін ойластырған. Біздерде міне жаңа ақ дорожка деп жатырмын ғой. Сол дорожканың өзін бермейміз, біздерде мынандай прокатқа осындай киімдеріміз бар. Бір жасқа тұсаукесерге алып жатады. Ер бала, қыз бала осылай арнайы наборларымызды прокатқа беріп жатырмыз жалға. Мына жерде біздер менің қызыл түс, тақиясы, үкісі. Әрқайсысын жақыннан көрсете аласың осылай? Көрсетейін, міне бұда бізде тақиясы. Үкісі бар, бірақ үкісін алып қойғанбыз, өйткені шаң қонады, сондықтан қазір мына жерде жинап қойғанбыз. Үкісі бар негізі. Міне арнайы қыз бала қызыл түсті ұнататындар болса, осындай қызыл түсімен, көйлегімен кажакайы тақиясы бір түстен арналған. Ал мына жерде жасыл түс, көйлегі ақ, кажакайымен тақиясы жасыл түстен. Өте әдемі. Сосын көк түсіміз бар, мынандай өте ерекше түс, маған осы түсім қатты ұнайды өзіме. Бұның бәрі қолмен жасалған жұмыс. Көйлегі кажакайы тақиясымен. Осындай әдемі набор. Сосын европейский стиль дейміз ғой. Европейский стильде мынандай көйлектеріміз бар. Бұның өзі бір ерекше, міне, ал кішкентай қызды көздерін елестетіп көріңдер осындай көйлек киіліп тұрған жерін. Әдемі. Ақ қызыл мен ақты да көрейік, иә? Қайсы менің? Розовый түс. Бұл жерде де міне. Әрқайсының ойы әртүрлі. Әрқайсының ойы әртүрлі. Әрқайсы сосын әртүрлі тастармен тігілген. Бұл жерде енді моншақтың несін өзіңде түсінесің ғой. Бисерларды. Бұл жерде көйлек розовый, кажакайсы мынандай тақиясы екеу алқызыл, осындай розовый түстен. Және золотодан бар бұл жерде міне.
көйлегіміз ақ болғанымен кажакайы мен тақиясы золото түстен. Керемет. Ұлдардікін де көріп шығайық, Ұлдардікін де көрсетейік. Біліп жүрсің, алғысы келетін кісілер. Біздерде жаңа ақ жолды көрсеттім. Ақ жолда бізде неше түрі бар. Ол жерде алтын түспен көмкерілген ақ жолымыз бар. Серебро түспен көмкерілген, бұл бағана көрсеткеніміз бізде арнайы кісіміздің тапсырысы болды. Жаңағы көкшіл киім болғаннан кейін көкшілмен бабочкалар жасадық біздер арнайы қыздікі болғаннан кейін. Ал сол ақ жолдармен арнайы біздер мынандай жастықшасы болады. Бұның бәрі прокаттыққа кіреді. Осы жастықша, ал мынандай пышағын, сосын мынандай ала жіп бауын біздер сыйлық ретінде жаңағы клиентке қосып жібереміз. Клиенттің өзінде қалады ғой. Клиенттің өзінде қалады. Ал енді жаңа қыздардың көйлегін көрсеттік. Мына жерде бізде ер балдардікі бар. Наборларымыз, костюмдары, міне, костюмдары, бас киімдермен. Қандай әдемі. Елестетіп көріңіздерші, қандай бас киімі бар, қандай аяғына аяқ киімі бар. Ер азаматтарыңыздың, ер балдарыңыздың, ер ұлдарыңыздың осындай киімде бір жасын, тұсаукесерін осындай киімдерін кигізіп өткізуге болады. Түсі қандай бай, прям богатый. Бұл жерде жасыл түс пен золото жүрген. Бұл да ерекше түс. Бұл жерде бас киімінде үкі бар. Үкісі, пинеткасы. Осындай киімдерді де, осындай киімдерді прокатқа беріп жатырмыз. Сұраныста бар бұлардың бәрі. Ақ түстен және қоңыр түстен. Мынандай да қоңыр түсті костюмдарымыз бар. Прокаттыққа бұл енді бір жастан екі жасқа арналған. Бұл жерде жаңадай туған күн не деп жатса, осындай бір екі жастың балдарына да. Ірілеу балдарға. Бір жастағы балдар ірі болса, келіп қарап тапсырыс беріп алуға болады. Көрсе туралы біраз нәрсе айттық, Хабила? Мынада бір тапсырыс деп жатсың ғой. Бұл да бір тапсырыс. Бұл жерде лен матасы қолданған. Ленға осындай арнайы кесте тігілген. Біздерде құрақ неден бөлек шторлардан да тапсырыс жақсы келіп тұрады. Бұл асханаға кестені тіктірдің ба? Жоқ, бұл арнайы уж готовый мата. Түріктің матасы кухняға ілдіртіп жатыр. Сыртынан портьер ілінбейді, тек кухняға осы қалыпта ілгісі келіп тұр. Сыртынан қапталмайды бұл жерде. Арнайы сосын мынандай панно перделеріміз бар. Осыған ерекше көзім түсті. Қазақи стиль, қазір қазақи бөлмелер бар ғой. Сол қазақи бөлмелерге арнайы тапсырыстар осындай болып жатыр. Бұл жер енді панно дейді, болмаса жаңағыдай өте жаңағыдай не дейді, ювелирский деп жатырмын ғой. Бұл жерде де талап етеді сондай өте мелкий жұмыстар көп. Өйткені біздер матаға, мына готовый мата емес қой, бұл жерде бір матаға біз арнайы оюды түсіреміз. Арнайы оюды түсіріп, сосын оны тігеміз. Қандай мелкий жұмыс? Мелкий жұмыс. Майда жұмыс жүргізгенсіздер. Қазақи бөлмелерге осындай тапсырыстар болып жатыр. Бұл жерде өте жұмысы ауырлау, өйткені тоже дизайнерский подход, ювелирный работа болып келеді. Біздер матаны, оюды матаға түсіреміз. Сосын ол жабыстырып алып барып, біз бұны тігіске саламыз. Бұл да өте... Осыған сай көрпесін заказ береді. Осыған сай дөңгелек столы, қазақи көрпе болса, не дейді, қазақи бөлме болса, сол қазақи бөлмеге арнайы қазақи стильдағы перделерін қояды, қазақи дөңгелек стол, оның қасына біздер тігетін дөңгелек столдарды, дөңгелек көрпешелерді тапсырысқа беріп жатады. Біз соларды тапсырыспен алып жатамыз тапсырысқа. Керемет. Столдың өзіндік бір тарихы бар, өйткені перде тігетін кісілерге арнайы үлкен көлемді керек. Негізі сыйғызу керек. Біз үлкен көлемді 3 метрлік матаны алып, біз мынандай құттай столға істей алмаймыз ғой. Сондықтан арнайы осы столды тапсырысқа бердім. Бұл жерде не әрі еңкейіп не болып жатпасын деп төмен болып кеткен жоқ. Арнайы осындай биіктікпен, осындай жалпақтықпен перде тігу үшін тапсырыспен істеттірген столым бұл. Өте ыңғайлы, көріп тұрғандай полкалары бар, маталар қоятын орындары да бар. Тек бір ғана қызметте емес, бірнеше қызмет атқарып тұр бұл столдың өзі. Бірнеше қызмет, оған қоса бірнеше адамға жұмыс беріп отырсың. Кәсібін өрге жүзсін деп айтқым келеді. Рахмет. Көңілі толған клиенттерің көп болсын, клиент үзілмесін. Демалыс болса да осыны арнайлап келіп түсіріп жатырмыз саған. Жұмыс күні қыздарды да алаңдатпайық жұмыстан деп.
дегенмен керемет барлығы, өте әдемі, жақсы ойластырғансың. Рахмет, Самал. Иә, осылай айттым ғой, жаңа өткенде де айтып жатырмыз, проектіңе шақырғаныңа. Сенің де не дейді, осындай жетістікке жеткен қыздарың көп болсын, проектің жүре берсін, проектің көп адамға пайдасы тиеді деп ойлаймын. Дами бер сен де. Рахмет. Иә.